Армысыздар, қадірменді бокс сүйер қауым, бүгін біздің шығарылымның басты кейіпкері бұл Қамшыбек Қоңқабаев. Барлығымызға белгілі 27 ақпан Алматы қаласында Қамшыбек өзінің кезекті жекпе-жегін өткізеді. Бұл кәсіпқой деңгейдегі үшінші жекпе-жек және бір ең қызықтысы менің ойымша бұл титулдық жекпе-жек болмақ. Яғни Қамшыбек WBO Asia Pacific чемпиондық атағын сарапқа салатын болады. Қазақ тіліне аударатын болсақ, WBO тұжырымдамасы бойынша Азия аймағының чемпионы атағын сарапқа салатын болады. Жалпы Қамшыбек кәсіпқой боксқа ауысқаннан бері өз салмағын ауыстырды, барлығымызға белгілі. Әуесқой бокста аса ауыр салмақты өнер көрсетсе, ал кәсіпқой бокста ауыр салмаққа ауысуды жөн санаған екен, және менің ойымша бұндай шешім өте дұрыс ең алдымен, және бұл заңдылық. Неге десеңіздер, мысалы, жалпы Қамшыбектің дене бітімі аса ауыр салмаққа қатты келе бермейді. Мысалы, 2017-2019 жылдары әуесқойлар арасында бокстан өткен әлем чемпионатының ақтық сындарында Меджидов болсын, Жалолов сынды қарсыластарға қарсы Қамшыбектің біраз қиыншылықтар болғанын көрдік. Яғни табиғи аса ауыр салмақтың жігіттеріне қарсы жұдырықтасу қиын. Салмағы да үлкенірек, дене бітімі де, аяқ қолдары да ұзын, дәл осындай қарсыластармен жұдырықтасу, қолғап түйістіру қиын. Сондықтан кәсіпқой бокста Қамшыбек бұдан төмен салмаққа ауысуды жөн санаған екен, және бұл менің ойымша заңдылық және өте дұрыс шешім. Дәл осы жекпе-жек қарсаңында Қамшыбек Кубада, Америка құрама штаттарында, ұлттық құрама сапында оқу-жаттығу жиындарында болды. Қазір елге оралып, соңғы жаттығуларын пысықтауда. Және бір қызығы, дәл осы Қамшыбектің кәсіпқой деңгейде өткен екі жекпе-жегін саралап қарайтын болсақ, жалпы бұл жігіттің стилі біраз өзгерістерге ұшырап отыр. Әуесқой бокста аяқта көп қимылда бірінші нөмір болып жұмыс істесе, ал кәсіпқой бокста кәдімгідей аяққа нық тұрып алып жұдырықтаса бастады. Және ішке көп соққы қолдана бастады, байқасаңыздар. Және бір орында тұрып жұдырықтасқанына қарамастан, Қамшыбектің ерекшелігі, бұған дейінгі екі жекпе-жегінде байқағаным, ара қашықтықты ұстап тұру, қарсыласының бір қателігін күтіп алып, қарымта бір шабуыл ұйымдастырып жүреді. Ал дәл осы чемпиондық жекпе-жекте Қамшыбектің қарсыласы кім болады? Бұл украиндық сервер Эмурлаев. Жасы 35-те, қазір таңда кәсіпқой деңгейдегі рекорды 23 жекпе-жекте жеңіс және бір жекпе-жекте жеңіліс. Бокс рингте бұл спортшы 227 орында тұр. Және бір қызығы соңғы жекпе-жегін 2021 жылдың 20 ақпанында өткізген. Яғни келесі жекпе-жек 27 ақпан өтеді, яғни бір апта ішінде екі бірдей жекпе-жек өткізбекші. Ал ең қызығы, бұған дейінгі соңғы жекпе-жегін Эмурлаев сонау 2012 жылы өткізген болатын. Дәл сол жекпе-жегінде өзінің отандасы Станислав Каштановтың қолынан жеңіліс тапқан болатын. Бұл жекпе-жек екінші орта салмақта, яғни 76 келі салмақта өткен болатын. Жігіттер WBA интерим чемпиондық атағын сарапқа салған болатын. Дәл сол жекпе-жектегі жеңілістен кейін Эмурлаев кәсіпқой бокстағы жолын аяқтады. Бірақ міне араға 9 жыл салып, кәсіпқой деңгейдегі мансабын қайта жандандыруды жөн санаған екен, және бұл жекпе-жекте қарсыласы небәрі кәсіпқой бокста бір жекпе-жек өткізген өте күмәнді боксшылардың бірі. Дәл сол жекпе-жектің алғашқы раундында техникалық нокаутпен жеңіске жетті украиндық боксшы. Бұл жекпе-жектегі қарсыласы ресейлік Аджал Зариф кәсіпқой деңгейде бұған дейін небәрі бір ғана жекпе-жек өткізген. Және жалпы бұл спорттың жекпе-жек мәнерінен бокстан өте алыс адам екені бірден байқалып тұрды. Бірақ соған қарамастан жеңістің аты жеңіс, статистикада да тағы бір жеңіс қосылды. Міне араға бір апта салып екінші жекпе-жегін өткізбекші. Бірақ бұл жекпе-жекте кім фаворит екенін барлығымыз түсініп отырмыз.
Сондықтан менің ойымша 9 жыл бойы жұдырықтаспаған, жоғары деңгейде қолғап түйістірмеген боксшының қазір қандай күйде екені белгісіз, және дәл осындай спортшының жекпе-жек мәнеріне белгілі бір болжам, аналитика жасау дұрыс емес те шығар. Міне осындай қарсыласпен таныстыру, бірақ бұндай қарсыластың пайда болуына Қамшыбектің бұл жерде және менеджментінде еш кінәсі жоқ, бұны мойындауымыз қажет. Бұған дейін Стивен Уорд есімді ұлыбританиялық боксшыға қарсы жұдырықтасу керек, дәл сондай ақпарат тараған болатын. Стивен Уорд ауыр салмақта 86-шы орында тұрған спортшы қазір бокс-рек бойынша. Және жалпы соңғы кездері өте жақсы өнер көрсетіп жүрген боксшылардың бірі. Және менің ойымша дәл осы боксшы біраз де болса қиыншылықтар тудыра алар еді, бірақ өкінішке орай жарақатына байланысты Стивен Уорд бұл жекпе-жектен бас тартқан болатын. Және ең бастысы бұл Стивен Уорд рейтингте Қамшыбектен жоғары тұр. Қамшыбек 101-ші орында жоғарыда айтқан болатын, ал Стивен Уорд 86-ші орында. Және бұрынғы Европа чемпионы, сондықтан бұл өте үлкен жетістік болар еді Қамшыбек үшін, егерде бұл жекпе-жекте жеңіске жетіп жатса. Бірақ бокста бұндай да болып тұрады әрине, спортшылар жиі жарақат алып тұрады, сондықтан алдағы уақытта бұл жекпе-жек әлі болады деп үміттенеміз. Дәл осы жоғарыда айтылған барлығын ескеретін болсақ, менің ойымша бұл жерде Қамшыбектің жеңісінде еш күмән болмау керек, егерде бір форс-мажор орын алып қалмаса әрине. Сондықтан дәл осы 27-ші ақпан күні Қазақстанда WBO Азия чемпионы пайда болады дегеніне күмәнім жоқ.